Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз формативті бағалау. Сабақтық жоспары: бірінші, формативті бағалаудың мәні; екінші, формативті бағалауды қолдану жағдайлары. Қазіргі уақытта бағалау икемді, бірнеше аспапты, түсінікті, психологиялық тұрғыдан қолайлы, екі бөлікті, яғни формативті және суммативті болуы керек. Суммативті бағалау бірнеше уақыттан кейінгі оқу нәтижесін көрсететін суммативті немесе қорытынды бағалау. Яғни суммативті бағалау емтихан, қорытынды тест, білім кескіндісі түрінде өткізіледі. Суммативті бағалаудың формасы мен бағалау әдісін мұғалім айқындайды. Формативті бағалау күнделікті тәжірибеде қолданылады, яғни сабақ сайын, күнбе-күн. Формативті бағалау алға басуды қамтамасыз ететін кері байланыс. Оқушыға да мұғалімге де қолайлы бағалау формасы. Мұғалімге сыныптың үлгерімін қадағалауға көмектеседі. Формативті бағалау қалыптастырушы, ынталандырушы функцияларды атқарады. Суммативті бағалау бұл өлшеу үрдісі, бірақ ол өзімен-өзі өсімдіктің өсуіне әсер етпейді. Формативті бағалау нәтиженің дамуы мен өсуіне тікелей әсер ететін үрдіс. Сондықтан формативті бағалау оқыту мен оқудың маңызды факторларының бірі. Формативті бағалаудың бірнеше шарттары бар. Бірінші, оқушылардың оқу мақсатын білу мен түсінуі. Екінші, оқушылармен тиімді кері байланыс. Үшінші, өздерінің тану үрдісіне белсенді қатысуы. Төртінші, оқушылардың бағалау өлшемдерін білу мен түсіну. Бесінші, оқушылардың өз жұмыстарын талдай алу және талдау мүмкіндіктің болуы. Алтыншы, бағалау қорытындыларының негізінде оқыту амалдарын түзету. Айтып өтілген шарттарға бірме-бір тоқталайық. Бірінші, оқушылардың оқу мақсатын білу мен түсінуі. Яғни оның мақсаты кең, сұрақ түрінде жазылады. Ал күтілетін нәтижесі нақты, айқын, бақыланатын, өлшенетін, жетістікпен тұжырымдалады. Оқыту мақсатының сұрақтарына жауап береді. Оқушылардың оқу мақсатын білу мен түсінуі. Бастапқы кезде мұғалім оқу мақсатын тұжырымдайды, оқушыларға жеткізеді және талқылайды. Күнделікті талқылау оқу мақсатын бірлесіп тұжырымдау дәстүрге әкелуі мүмкін. Оқушылардың оқу мақсатын өздіктерінен жоспарлау үшін оқушы мен мұғалім арасында теңдікті білдіреді. Мақсатты тұжырымдауға мысалдарды келтірейік. Бірінші мақсатымыз математикадан білімдерін жақсарту. Екінші, 2 апта ішінде теңдеу жүйесін 2 амалмен шығаруды үйрену. Екінші, кері байланыс. Нақты, түсінікті, уақытылы, тақырыпқа сай болуы керек. Кері байланыс үрдістің қалай жүріп жатқанын көрсетеді, жетістіктер мен кемшіліктер жөнінде ақпарат береді. Өзара сыйластықтың жақсы қарым-қатынас атмосферасында жүзеге асады. Оқушылардың ой бағытын өзгертуге, қатесін түзеуге, дұрыс жауап беруге уақыт бөлінеді, жетістікке әкеледі. Кері байланыстың тиімді түрлері. Бірінші, сабақ соңында мұғалім өткен тақырыптың 3 негізгі идеясын атап, өз-өзімен айтуды өтінеді. Екінші, сабақ басында мұғалім өтетін тақырыптың түйінді терминдерін тақтаға жазып, оқушылардан өз анықтамаларын беруді, алғашқы анықтамалармен салыстыруды сұрайды. Үшінші, мұғалім оқушылардан оқулық мәтінін оқуды, таныс емес ұғымдардың астын сызып, соңынан талқылауды сұрайды. Кері байланыс жағымды болып табылады. Мұғалім позитивті, тапсырма орындауда оқушыларға өз көмегін ұсына отырып, оқыту міндетінде шоғырланады. Оқушыларының нені білетіні мен ойы, қалай оқып жатқаны жөнінде ақпаратты қаншалықты алса, соншалықты оқыту үрдісін жақсарту мен оқушыларын жетістікке жеткізуге мұғалімнің мүмкіндігі бар. Үшінші, оқушылардың өздерін тану үрдісіне белсенді қатысуы. Білім құралға айналу үшін оқушы онымен жұмыстану керек. Оны қолдану жағдаяттар мен шекаралары іздеу, қайта жасақтау, кеңіту және толықтыру, жаңа байланыстар мен салыстырулар табу. Әртүрлі
модельдер мен мәтіндерде қарастыру. Төртінші, бағалау критерийлерін оқушылардың білуі мен түсінуі. Критерийлер жасақтау барлығыны бағалау үрдісін ашық және түсінікті етеді. Критерийлердің бірігіп жасақтау бағалауға позитивті қатынас қалыптастырады. Критерийлер негізінде бағалай алу адаммен бірге өмір бойы қалады. Бесінші, оқушылардың өз жұмыстарын талдауға кемдіктер мен мүмкіндіктері. Оқушылар өзін-өзі бағалауды өз оқуларының мақсатын түсіну және сәттілікке қалай жету керектігін қатар үйренулері керек. Өзін-өзі бағалау үшін қолдануға болады. Шығыс карталарын әртүрлі формаларын пайдалану, өзін-өзі бағалау және өзара бағалау кестелерін, ой талқылауға арналған сұрақтар және тағы басқалар арқылы өзін-өзі бағалауға қолдана алады. Қорытынды: бүгінгі білімде оқушылардың өзін-өзі бақылаулары, өзін-өзі бағалаулары және өзара бағалаулары ынталандырылады. Бағалаудың алуан түрін пайдалану үшін жауапкершілікті көтереді. Бағалау нәтижесін есепке ала отырып оқытуды түзету, жетілдіру. Яғни бұл 6-шы шартымыз. Формативті бағалау мен оқыту бір тұтас. Формативті бағалауды қолдану тиімді оқытудың болмысы болып табылады. Ол оқытуды оңайталандырудың күшті құралы бола алады. Бағалау нәтижесін есепке ала отырып, оқытуды түзету, жетілдіру. Формативті бағалау интерактивті оқытудың қажетті бөлігі. Ол арқылы сыныпта біріккен талқылау мәдениеті енеді. Сыни және шығармашылық ойлау дағдылары дамиды. Оқушылар сұрақтарын қолдайтын орта қалыптасады. Әр оқушы өз нәтижелерін жақсартуға деген сенімділіктерін қолдау табады. Оқушыларға олардан не күтілетіні туралы мысалдар ұсынылады. Формативті бағалау жолындағы тосқауылдар да бар. Бағалау оқушының нені білмейтінін әшкерлеу үшін жасақталады деген ұстаным. Оқу бағдарламасы және оқу мақсаттары мен күтілетін нәтиже арасындағы айырмашылықты білмеу. Бағалаудың жаңа әдістері мен қағидаларын білмеуі бағалауда қалай шешім қабылдау керектігінде қиыншылық тудырады. Қорытынды: бағалау үрдісі бүгінгі оқыту мен оқудың маңызды элементтерінің бірі. Оқу үрдісінің басқарудың тиімділігі бағалауды дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Оқудың нәтижелерін бағалау үрдісі формативті және жиынтықты бағалаудан тұрады. Формативті бағалау мен оқыту бір тұтас. Сіздер де өз идеяларыңызды қосыңыздар.